Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тәжірибеде біз Ардуиноға пьезо элемент қосып, одан қарапайым дыбыс шығаруды үйренеміз. Пьезо элемент электр импульстарының әсерінен дыбыс шығаратын шағын құрылғы. Ол ескерту сигналдары, таймерлер, ойын құрылғылары сияқты көптеген электрондық жүйелерде қолданылады. Бұл тәжірибе арқылы сіз Ардуино көмегімен дыбысты қалай басқаруға болатынын көресіз. Жасалуы жеңіл және өте түсінікті. Тәжірибеге қажетті компоненттер: Ардуино микроконтроллер, пьезо элемент, жалғауыш сымдар, макет платасы. Tinkercad'да жаңа схема жасаңыз. Атын пьезо элемент деп қойыңыз. Экрандағы қосылу тәсілі бойынша тізбекті жинаңыз. Пьезо элементтің плюс аяғын Ардуиноның цифрлық пеніне, минус аяғын гендіге жалғайсыз. Кодты қаласаңыз өзіңіз жазып көріңіз. Немесе төмендегі сілтеме арқылы көшіріп алсаңыз болады. Ал енді тапсырма. Кодта өзгеріс енгізіп, пьезо элементтің дыбыс беру ретін немесе кідіру уақытын өзгертіңіз.